Узған атнала Тверь өлкәһендә 3D форматында оқтан аты бойынса Рәсей кубогы ойыштырылды. Ярышектерінде ағымдағы елдың 7-12 сентябрында Қазақстанда удасақ бүті дүния күсме халықтар ойындарына Рәсей елма составына спортсылар хайлап алынды. Һәм бара турағында ентекләп студия бұд қонағы Мәрген Оқсы харекет етексігі Юлай Ғалюлиннан әңгімелешәбіт. Хәйрлі ерті, Юлай Рәфқатылы. Хәйлі ерті. Көрібізге бек шат біз студия бұдда, сөңке бұл харекетті тәугерден болып, Башқұртыстандағына түгіл Ресейде популялаштырған кешілердің бірі һәм түп хорау. Башқұртыстан спортсылар Рәсей елма команда составында тұлыландыра алды ма? Бұйыл күсмендар ойындарына 10 кіші барасақ, 6 ир егіт һәм 4 хатын қыз. Шул арағында біздің 3 ир егіт һәм 1 хатын қыз енді. 10 кішінен 4 кіші біздің Башқұртстандан барған ұқсылар еңіп орын алғандар. Демек, 4 башқұрт мәргені бөті дүния күсме халықтар ойында қатнашасақ, һәм ошы спортсылар тұрғанда ентікләп үләгеделі кемдер олар қай райондан сыққандар? 4 түгіл, 5 бола. 5-ші ол Селя өлкәһенән біздің Тагир Абдрафиков башқұрт егеті, ол да яуланы, 5-ші орын алды. Бұлай біздің біріншінен Құрматов Тагир Сибай қалағанан, шунан Азат Ишкилдин Бурян районынан һәм Ғафуров Монголов Баймақ районы. Хатын қыздардан Алияш Муратова Бурян районынан. Демек, ошо кешілерді алып арасақығы 7-12 сентябрда. Түп дұрыт. Һәм ошо Тверь өлкәһендә үткәрелгән гомумән ошо кубок несі өтті. 3D формат дегені генә ниндидер кызыксыну уята, сөйки 3D формат дегенде бер ниндидер графика, компьютер менән бәйле әйберләрне күз алдына бастыра. 3D формат ул күптән үтә, ул һунар. Onlar formaһында үтә, анда фигуркалар, хайвандар фигуркалары эшләнелә. Тиендән алып аюга тиклем һәм шунда бер хукмак була, 7 сакрым. Шул хукмакта улар коела һәм уларды теге хукмактан барганда табып аталар. Шул 3D деп атала, анда түрлі ұқсылар қатнаша, борьбу, блочнылықтан, олимпийский һәм башқа. Шул 3D бойынса разрядаларға бола, разряд һәм КМС. Ләкин әлігі күнде миллиян шул сетка инмәгән. Чөнки оны Минспорт спорт түрі деп ханамай, һәм ошыға біз оны индірер үшін комитет ойыштырдық. Мен генә түгел, Российская Федерация стрельбы из лука комитет ойыштырды һәм ошыны біз индірге деп комитет ойыштырдық. Шул ярыш бүткәс, біздің айырым не үткәрдік? Олтырып һөйләшү булды. Олтырып һөйләшү булды һәм мына күсмәндәрнең уеннарында нинди дисциплиналар була, шулар буенча ярыштар үткәрдек. Ул төрек путагы 60-70 метрга ату, калкан дигән сәпкә 50 метрдан ату һәм жамбы дигән кадак сәбе, ул эленеп тора, тик тормай, шуга 30 метрдан ату. Күп сұрақтарда ол подвижный мишень болғас, оны тегеді қиынырақ, чөнки елгәлі нинті хілкіне күші соперник уқ тейдерге шул хілкініп кете. Шында қатмарлығына мишень, һәм Тагир Абдрафиков Селя өлкәһенән оны бірінші орын алған, 12 мәре еп. Слабда бик мауқтырғыз һәм әлі мұна құрметті өзі қарасылар хәдді көрәхегіздер. Уқ һәм яндан тыш қатнашысылардың кейімдері. Һәм шулайық, Юлай Рәфқатулы, кейімдерге бік едді қарыштағы шулай бет. Осында өткәнілі барығыла милли кейімдерді болды ма? Әлбетті, бұл милли уқ ату бойынса, милли яндан ату бойынса бір шарты бар, милли кейім бұларға мұтлақ. Біз генә ойлап сығармадық, ол дүния кемелінде шундай шарт қойыла, һәм бүті дүния күсмәндер халықтардың ойындарында шундай шулық шарт боласақ, милли киім бұларға мұтлақ. Шуға біз әлбетті ошол яғалма команданы
Йылыш командаһына барлыкка килтергәндә, шунда талап қойдық. Һәрбер халык үзенең милли киеме менән килергә тиеш һәм киләсәктә, әгәр дә барһалар, кем еңеп сыга, шул милли киемдә үз халыкты күрһәтеп, шул уеннарга барсак. Һәм ошо Тверь өлкәһендә үткәнендә ниндәй милли киемдәрде күрергә тура килде? Кемдәр булды онда? Буряттар, калмактар, Кавказдан килгән, Дагестандан, Саха-Якутия, урыс киемдәре булган, Татарстан, Башкортстан, Пермь, Омск һәм башка да. Күбрәк төрки халыктар, безгә охшаш халыктар, Тветергә ала һәм ошо сиратта без төрки халыктар арасында ярыштырып һөйләшергә ярата. Мәсәлән, ян, башкорт яны. Ул аерыламы безекеләрдән? Калгандардан. Безнең ян улардыкынан. Аерыла әлбәттә. Нидәрмен, сифаты менән, размерлары бар, аерым оның әрәк аерылып тора. Һәм безнеке күбрәк хабай угатудан уңайлырак. Әле көндә уны бернисә осталар эшләйдәр уны, тик башкорт исемле яны бар, Салават дигән исемле яны бар. Һәм Россиядә киң таралгандар. Уны хатта Саха-Якутияны атып алалар, Казакстанда атып алалар, мин белүемчә, калмактар күп уны атып алалар. Шулай киң таралган. Бик хуп һәм Юлай Рәфкать улы, баягына әңгәмә барышында әйтеп биткәйник, ошо юнәлеште популярлаштырган кешеләрнең береһе бүгенге көндә күптәр булган кызыксына һәм һеҙҙең кеүектәр әлеге мәлдә күпме? Безнең Республикала. Бар анда 1000-дән ашу кеше бар. Хатта мына быел радиофайтшы указы буенча безнең Башкортстандан хатта айырма бер команда оештырыласак. Бул нигә шул бүтә дөнья күсмән халык уеннарына барырга дип тик Башкортстан Республикаһынан буны без Мәргән уксы фестивалендә хайлап аласакбыз. Мәргән уксы фестивале быел 29-30 июньдә үтәсәк, Иглин районында һәм ошонда бездән кем Россия команда, состав командаһына инмәгән, шулар шунда күз хынашып, ошо командага инергә мөмкинчелек бар. Үзләрен күрһәтергә бер майдан булдырасакыз һәм ошонда ла уларны күреп, бәлки һөйләшеп алырбыз әле. Бул сара булыр алдан һәм Юлай Рәфкать улы, без сезгә тик уңышлар теләйбез һәм командага 7-12 сентябрьдә Казакстанда удасак, бүтән дөнья күсмә халыктар уеннарында уңыштар юлдаш булһын, еңеп кайтып, ошо студияла бергәләшеп, күрешеп, без сезне котлайбыз. Афарендар дип әйтергә. Ятып калган сатып кал.